Баршаңызға сәлем, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Беркер Мұханов. Бүгінгі видеода біз сойы ЭТЖ деген анализдік көрсеткішпен талдайтын боламыз. Бұл көрсеткіш не жалпы, қалай жоғарылайды, қалай төмендейді деген сияқты барлығын тереңнен мен сіздерге түсіндіретін боламын. Видео басталмай жатып міндетті түрде осындай қазақ тіліндегі, ана тіліміздегі видеоны қолдап кетейік. Себебі осындай қазақ тілді аудиторияға көбірек шығу үшін бұл видеоға сіздерден қолдау керек. Ал менен ары қарай тақырыпты түсіндіру. Сонымен қоса достар, біздің Instagram парақша бар. Осы логинда описаниеде сілтеместе болады, кіріп өтсеңіз болады. Біздің Instagram парақшада сториста, эфирлерде тегін пайдалы ақпараттар беріледі. Медициналық ақпаратта сақталмайды сториста, эфирде. Осы себепті қаншалықты ерте тіркелесіз, соншалықты көп ақпарат алатын боласыз біздің Instagramға. Сол үшін тіркеліп қойыңыз. Жалпы сойы этж дегеніміз не? Талдасырақ, екеуі бір ұғым, біреуі орысша, біреуі қазақша. Сойя скорость оседания эритроцитов, ал этж эритроциттердің тұну жылдамдығы. Бүгінгі тақырыпта біз сойя дегеніміз не, ол қалай өлшенеді, неге жоғарылайды, неге төмендейді деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Мына жерде енді қысқаша адам вена қан тамырынан алынған қанның көрінісін сіздерге визуалды бір понятны болу үшін, түсінікті болу үшін сіздерге бөлістім. Көрдіңіздер ғой, негізі былай анықталмайды, бірақ енді пробиркаға құйылған қанның бір живой көрінісін көрсеткім келді. Жалпы мынау біздің қанның жалпы анимациялық түрі. Көріп тұрған шығарсыз, оның бір белгілі бір бөлігі плазмадан құралады, белгілі бір бөлігі эритроцит деген сияқты қанның форма элементтерінен тұрады. Енді қызыл түс беретін қанға бұл эритроцит. Өте көп қанның құрамындағы ең көп форма элементтерінің түрі болып табылады. Қараңыздар, қанды алып қойып тұрып, проверкаға алғаннан кейін, оны тұндырған кезде, оның құрамындағы эритроциттер төменге тұнып бастайды. Оның бетіне лейкоциттер тұнады. Одан кейін біз плазманы көрдік. Яғни сойя дегеніміз бұл эритроциттердің тұну жылдамдығы, ол қанның құрамындағы эритроциттердің плазмада қаншалықты тез шөгіп жатқанын, немесе шөгіп түскенін көрсететін көрсеткіш. Көрдіңіздер, норма алған кезде осында тұрады, оны белгілі бір уақыт бір жерге қойған кезімізде лабораторияда, ол жерде тұнып бастайды. Осының жылдамдығын біз сойя деп айтамыз, жылдамдығын анықтауды. Жалпы оның сойяның негізгі өлшем бірлігі миллиметр сағат. Яғни сағатына қанша миллиметр пробирканың ішінде тұнып жатыр. Көрдіңіз ғой, осымен өлшенеді. Енді ары қарай сойяның механизмін талдайық. Қалай ол, мен өзім жалпы біздің физиология курсына қатысқандар біледі, тереңнен бәрін талдап көрсеткім келеді, патофиз болсын, фармакология болсын, сойяны де сол талдаймыз. Жалпы эритроциттің сыртында осындай теріс зарядтар болады. Яғни оның мембранасы бүтін болатын болса сыртқа, оның сыртында теріс зарядтар болады. Бұл теріс зарядтар мақсаты, бұл теріс зарядтың болуының мақсаты эритроциттердің бір-біріне байланыстырмау. Қанда жүзіп жүрген кезде олар бір-біріне тимейді. Осы теріс зарядтардың есебіне. Олар бір-біріне теуіп жүреді, сол себепті бір-біріне жабысып қалмайды. Ал мынау міне патология. Көрдіңіздер ғой, эритроциттер қалай жабысып қалған. Осы теріс заряд болмай қалса, олар жабысады. Қазір оны не үшін болатынын айтамын сіздерге. Қалыптыда осындай болу керек эритроциттердің сырты. Теріс заряд болу керек. Сол олар бір-бірін теуіп, бір-біріне жақындай алмайды. Сол кезде плазмада қан айналып жатқан кезде жақсы жүзе алады. Сол кезде оның қызметі жақсы болады, оттегінің, көмірқышқыл газын жақсы тасымалдай алады. Ал егер ол басқалармен байланысып қалса, ол не істейді? Қанның құрамында дұрыс айналмайды. Сәйкесінше оның айналуы қиындап бастайды. Кеттік. Келесі, жалпы білесіздер, қабыну кезінде көбіне сойя жоғарылайды. Оның не үшін екенін сіздерге түсіндірейін бір мысалмен. Негізі бүкіл себебі осы тікелей мысалға байланысты. Жалпы қабыну кезінде біздің ағзамызда бауырдан, именно бауыр деген органымыздан фибриноген, әртүрлі иммуноглобулин түрлері қанның құрамында көп шығарылады. Біз патофизиология курсында жедел фаза белоктар деген өтті, қабынудың жедел фазасы деген болады. Сәйкесінше жедел фаза белоктар деген болады. Яғни бауыр қабыну кезінде өзіне өте көп белоктар өндіреді. Солардың ішінде фибриноген және иммуноглобулиндердің түрлері қанға шыққан кезде эритроциттердің сыртына барып жабысады. Жабысқан кезде ол эритроциттің сыртындағы теріс зарядты жояды. Сәйкесінше эритроциттердің теріс заряд жоқ болғаннан олар бір-біріне жабысып бастайды. Міне көрдіңіздер ғой, осы белоктардың арқасында. Көрдіңіздер ма? Манағы фибриноген, иммуноглобулиндердің арқасында эритроциттердің бір-біріне тебу қасиеті жойылып, олар бір-біріне қосылып жабысып кетеді. Бұлар қаншалықты көп жабысқан сайын, соншалықты сойя жоғарылай береді. Яғни олар, енді қарашы, бір эритроцит еді, олар екеуі қосылды, 4-5-еуі қосылып қалды мынандай болып ше. Демек, оның салмағы артады ғой. Демек, біз проверкаға қанды алған кезімізде, яғни сойясы жоғары адамның алған кезде, ол қанның құрамындағы эритроцит плазмадағы өте жылдам тұнады, себебі салмағы ауыр. Жердің тартылыс заңдылығы бар, сонымен сәйкес салмағы ауыр болғаннан тез тұнып бастайды. Тез тұнатын болса, оны біз сойяның жоғарылауы деп айтады екенбіз. Мысалы қараңыздар, сойя
Вестерген деген әдіс бар. Бұл веналық қан тамырдан алынатын зерттеуге байланысты қойылған әдіс. Яғни негізі сояны бұрындары жаңағы саусақтан алады, қанды и вена қан тамырынан алады. Бұл вестерген әдіс ең тиімді әдіс. Яғни веналық қан тамырдан қанды алып, соны тұндырады. Осы әдіспен өлшенген кездегі нормал көрсеткіштер бар. Елу жастан төмен болса 1-15 мм сағат, яғни 1 сағатта 1 және 15 мм аралығында төмендеуі мүмкін, яғни 10-9-8 мм төмендеуі мүмкін. Бұл норма. Ал 50 жастан жоғары 1-20 мм сағатына соя артады. Ал әйелдерде 50 жастан төмен 1-20 мм сағатына тұнады. Ал 50 жастан жоғары әйелдерде 1-30 мм, яғни 20-25-10 деген сияқты миллиметр сағатына тұнады екен. Сынап бағанасы, кешіріңіздер. Бұл норма. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Енді бұл қашан жоғарылайды? Егер әйел адамда, мысалы 50 жастан төмен әйел адамда соясы 40-50 болса, 60-100 болса, демек ол жоғарылап тұр. Олай жылдам тұнбау керек ол. Жылдам тұнып тұр, значит, мынандай проблема болып жатыр ол іште. Салмақ артып кетті. Оның бойына белоктар жабысып. Кеттік. Ары қарай вестерген әдісін жаңа айттым мен сіздерге. Сояны жоғарылататын себептер. Не үшін соя, мысалы, мына жағдайға не алып келеді? Себептер. Талдайық. Бәрін жеке-жеке талдаймыз. Жедел және созылмалы қабыну, инфекциялар, аутоиммунды аурулар, ісіктер, жүктілік, етеккір гормондық өзгерістер кезінде, анемия, миокард инфаркты, бүйрек аурулары кезінде. Осы себептер қазір біз талдаймыз. Осындай адамда осындай науқасты анализ жасаған кезде, жинаған кезде, осындай осының біреуі табылса, сояның жоғарылауы өте нормально. Соя осы жағдайларда жоғарылайды. Түсіндік қой? Әрқайсысын не үшін бұл жағдайда жоғарылайтынын мен сізге түсіндіріп беремін қазір. Келесі сояны төмендететін себептер. Соя полицитомия кезінде жоғарылайды, стероидті гормондарды қолданғанда жоғарылайды, гипопериногенемия кезінде жоғарылайды, төмендейді, гипотермия ашығу кезінде төмендейді. Бұлардың бәрі төмендейді, сояның төмендеуіне алып келетін себептер. Бұны қазір жеке-жеке талдаймыз. Кеттік. Жүктілік кезінде, яғни босану кезінде не үшін соя жоғарылайды? Бұл физиологиялық гиперфибриногенемия кезінде болады. Не үшін гиперфибриногенемия дегеніміз бұл бауырдан фибриногендердің көп өндірілуі ғой қанға. Не үшін ол жүктілік кезінде өндіріледі? Себебі жүктілік кезінде не болады? Қан кетуге риск артады. Ағза ақылды ғой біздің. Сол себепті сол қан кетуін алдын алу үшін фибриноген деген не ол? Біздің гемостазын тақырыпты көріп тұрсаңыз түсінесіздер. Фибриноген бұл қанды ұйытатын негізгі фактор. Фибринге айналады ол. Ал соның не үшін өндірілісін артты? Себебі жүктілік кезінде көп қан кетіп қалмау үшін, қан кеткен кезде бірден қанды тоқтатып қалу үшін гемостаздық жүйені үстке қосуға дайындап қояды. Сол үшін фибриноген жоғарылайды. Фибриноген жоғарыласа қан тоқтатады, бірақ та ол сояны жоғарылатады. Себебі не үшін? Себебі фибриноген эритроциттерді бір-біріне жабыстырып жібереді. Көрдіңіздер ғой? Логика осында. Яғни жүктілік кезінде, босану кезінде соя жоғарылады деп сізге бір пациент немесе адам келетін болса, ол норма. Жүктіліктен кейін ол төмендеу керек. Түсінікті ғой? Келесі аутоиммунды аурулар кезінде. Мына жерде қабыну жоқ, инфекциялық аурулар. Себебі қабыну инфекциялық аурулар кезінде патофизиологияны жақсы білесіздер. Қабыну кезінде ол қабыну белоктары өндіріледі. Қабынудың жедел фазасы кезінде жедел фаза белоктары өндіріледі. Мына иммуноглобулиндер бастайды кеттім. Сәйкесінше оған сояны арттырып береді ол. Негізгі сояны артуына себеп болатын себептердің бірі, факторлардың бірі бұл қабыну. Қабынумен жүретін кез келген ауру сояны жоғарылатады. Болды. Оның себебін мен сізге түсіндіріп кеттім. Аутоиммунды аурулар, ревматоидты артрит, СКВ, бұл кезде ағзада созылмалы қабыну жүреді. Көрдіңіз ғой? Сәйкесінше бауырда қабыну белоктары, яғни жедел фаза белоктары өндіріледі. С-реактивті белок болсын, иммуноглобулиндер болсын, көп шығады. Ол сәйкесінше манағы эритроциттердің бір-біріне жабысуына жағдай жасап береді. Ісіктер, яғни рак, қатерлі ісік болсын, қатерсіз ісік болсын, оларда кезінде не болады? Қатерлі ісік кезінде ағзада қабыну реакциясы болады. Яғни ракқа қарсы біздің иммунитет шабуыл жасайды. Және некроздық ошақтар дамиды сол рактың аймағында. Сәйкесінше осы қабыну реакциясы кезінде біздің иммундық жүйеміздің белоктары, яғни бауырдағы белоктар көбейіп шығады. Дәл манағы процесс қайтадан қайталанады. Бәрінде схема бір, тек қана оның алып келуші себептері әртүрлі. Түсінікті ғой? Келесі, анемия кезінде эритроцит саны азаяды. Азайғасын қан сұйылып бастайды. Аз эритроциттің тұнуы оңай болады. Мысалы қараңыздаршы. Міне. Эритроцит саны аз болғасын, олардан алматының пропуск сияқты ғой. Аз болса машина тез жүреді.
демек бұл мына жерде де дәл сондай. Эритроциттің саны аз, сәйкесінше эритроциттер бұл орын бос болғасын бірден тез тұнуға бейім болады. Яғни анемия кезінде сояның жоғарылауда норма екен. түсінікті ғой, логика осында. Миокард инфаркт кезінде, миокард инфаркт дегеніміз бұл жүректің миокард қабығының ишемиясы, ишемиясы некроз немесе. Жүрек бұлшықетінде некроз пайда болады, күшті қабыну реакциясы. Некрозды жою үшін біз иммунитетті реакция қосылады, оны некрозды жойып фиброзитінге айналдыру үшін. Сәйкесінше бауырдан қабыну белоктары өндіріледі, жедел фаза белоктары, нәтижесінде соя атыр. Бүйрек аурулар кезінде, бұл бүйрек аурулар именно гломерулонефрит, итпай аяқталса ол қабыну, патофизин жақсы білесіздер. Нефротикалық синдром гломерулонефрит кезінде болады. Бұлардың нефротикалық синдром бұл тоже қабынудың салдарынан болады. Ода гломерулонефрит бұл шумақшаның қабынуы. Сәйкесінше сол кезде нефротикалық синдром болады. Түсінікті ғой? Яғни бұл жағдайларда қанда иммуноглобулиндер мен фибриноген деңгейі артады. Сәйкесінше бүйрек альбуминді зәрге көп шығарып жібереді. Плазмадағы альбумин деңгейі азаяды, бірақ керісінше альбуминге наоборот глобулин деңгейі жоғарылап кетеді. Компенсациялық мақсатта деген сияқты орын басу үшін. Сәйкесінше глобулин манағыдай агрегацияны күшейтеді, бір-біріне жабысуды. Вот. Так. Келесі бұл бізде соя төмендететін себептер. Енді қараңыздар, полицитемия. Жалпы қанның қоюлануы болған кезде қою, плазма аз. Плазма аз жерде, мана көрдіңіз, анемия кезінде не үшін соя жоғарылады? Потому что сұйық қан. Ал қан қоюланған кезде керісінше соя төмендейді. Қанның қоюланғанын білудің тағы бір көрсеткіші ол соя екен. Себебі плазма аз болғасын ол эритроциттер тығыз болып қалады бір-біріне, и сосын олардың тұнуы яғни мана пробка сияқты болады, Алматыдағы жайлап тұнады. Бұл бірден бір несі логикасы, қанның қоюланғанын көрсететін бірден бір соя көрсеткіші екен, сояның төмендеуі. Сонымен қоса полицитемия кезінде болады екен. Стероидты гормондарды қолданған кезде, мысалы фармакологиядан білесіздер, преднизолон, дексаметазон деген стероидті гормондар бар. Ол гормондарды қолданған кезде бұл гормондар бауырдағы белоктың синтезін тежейді, қабыну белоктарын. Себебі ол қабынуға қарсы әсер ететін препараттар ғой, стероидті қабынуға қарсы препараттар. Олар бауырдағы қабыну белоктарын, яғни жедел фаза белоктарын бәрін тежеп тастайды. Сәйкесінше не болады? Сәйкесінше белок өндірілмегеннен кейін сояде жоғарыламайды, керісінше төмендейді. Себебі белок жоқ қанда. Жоқ дегенде азайып кетеді. Келесі, гипофибриногенемия, яғни қандағы фибриногеннің азайып кетуі. Фибриноген азайып кетсе, мана көбейіп кетсе, жүктілік кезінде көрдіңіздер, көбейіп кетті, ол сояны жоғарылатты. Азайып кетсе, сәйкесінше манағы теріс зарядты бұзатын фактор жоқ болғасын соя керісінше төмендейді. Яғни өте баяу тұнады деген сөз. Келесі, гипотермия және ашығу. Гипотермия бұл денеміздің температурасының төмендеуі. Температура төмендегенде сәйкесінше физикадан білеміз, ыстық болған жерде қозғалыс күшейеді. Салқын болған жерде қозғалыс баяулайды. Дәл осындай эритроциттердің бір-бірімен байланысуы да, олардың жанасуы да бұл гипотермия кезінде дене температурасы төмендеген кезде баяулап бастайды. Бұл физикалық заңдылық. Ал ашығу кезінде біздің бауырдың белок өндіру қабілетін нашарлайды, себебі белокты өндіру үшін сырттан біз тамақ қабылдауымыз керек. Ал адам ашыққан кезде ол белоктың синтезі нашарлайды, сәйкесінше манағы эритроциттер бір-біріне байланыстыратын факторлар азаяды, белоктар азаяды. Көрдіңіз бе? Соның сәйкесінше соя, яғни эритроциттер өте баяу тұнады, оны біз төмендеген деп айтады екенбіз. Көрдіңіздер ғой, міне логика осында. Жалпы бүгінгі сіздерге арналған тақырып осы. Енді видеоның соңында мен сіздерге керемет ұсынысым бар. Арамызда кім университетте оқиды, немесе енді оқиын деп жатыр, сіздерге менің авторлық курстарым бар: физиология, биохимия, патофизиология, фармакология деген. Осы негізі соя деген тақырып біздің осы физиологияның, қан физиологиясы деген тақырыпқа кіреді. Қанның құрамы, қызметі, біздің физиология курста осы бүкіл ағзамызда қандай жүйе бар, соның барлығын талданғанбыз. Мына сайтқа сілтеме біздің осы видеоның астында или комментарийде болады, соны өтіп көрсеңіздер болады. Міне физиология курсында біз толықтай ас қорыту жүйесінің барлығын талдағанбыз. Пробный сабақты көріп шықсаңыз болады, осының үстін басып. Сонымен осы биохимия курсы, кім бірінші курсқа енді барайын деп жатыр, кім екінші курсқа енді барайын деп жатыр, немесе кезінде биохимияны дұрыс оқып кеткен жоқ, биохимия міндетті түрде оқу керек. Сонымен осы ескерту барлықтарыңызға: физиологиясыз медицинада көп сабақ түсінбейсіздер. Мен өзім сөзіме жауап беремін. Қаншама студентті оқыттым, қаншама студент осы физиологияны оқып резидентураға түскен студенттер болды. Резидентураға, білесіздер, резидентура оңай емес, көз салмайды. Мына тақырыптардың барлығын жақсылап игеріп, ағзаның бүкіл жүйесін, физиологиясын түсініп алсаңыздар болды. Фармакологияны да түсінесіздер, патофизияны түсінесіздер. Қайталап оқуға кеңес беремін. Енді оқиын деп жатсаңыздар, уақытылы оқыңыздар. Оқуға үлгермеген болсаңыздар, кезінде оқи алмай кеткен болсаңыз, қайталап оқуға, өзіңізге инвестиция жасауға кеңес беремін сіздерге. Келесі биохимия курсын айттым. Бұл да анализдік көрсеткіштерге
қатты маңызды курс, білесіздер иә, белоктар, фибриноген, альбумин деген сияқты тақырыптардың бәрін көре аласыздар. Ал келесі бізде патофизиология. Бұл сабақтардың барлығы түсірілген телеграм каналда тұрады, тек доступ аласыздар. Міне қараңыздар, қаншама маңызды тақырыптарды біз патофизия талдаймыз. Соның ішінде бүгін айтқан бұл қабыну 3 бөлімнен тұрады. Жедел фаза белоктар деген тақырыпты мен айтқам. Не үшін жедел фаза белоктар жоғарылайды, қабыну дегеніміз не үшін қабыну болады. Бұдан басқа қаншама тақырыптар, жалпы патофизиология, жеке патофизиология, міне қаржы жүйеге, қан жүйесіне, анемияның барлығын талдап өткен біз. Келесі бұл фармакология курсы, тоже фармакология курсыда керемет жасалған, прям өзімнің курсым бұл барлығы. Фармакодинамика, кинетика, рецептура барлығын біздің фармакология курсынан ала аласыздар. Енді анатомия курсы бар, енді бұл курс менікі емес, бұл Азизбек Кушкаров деген менің командаласымдікі. Тоже анатомия ең мықты курс, енді мен өзімнің аудиториям үшін ең мықты маманды командама қосқанмын, сол себепті. Просто ана жерде бәрінің пробный сабақтары бар, бәрін көрсеңіздер болады. Енді алда терапия, диагностика курсы жасалып жатыр, құдай қаласа енді алдағы уақытта бұл курста дайын болады, сол кезде мына құмсағаттың белгілері жойылады. Төменде енді бізде оқыған студенттер нәтижелерін барлығын көрсеңіздер болады. Төменгі жағында бағасы, айлық доступтары, жылдық доступтар, даже мәңгілік доступтар да бар. Ол үшін тек қана біздің директке, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, немесе тікелей осы жерден төлем жасап, тікелей біздің ассистентке жазсаңыздар болады. Яғни чекті жіберген кезде біздің ассистент сіздерге хабарласатын болады. Тарифтер де бар. Бірнеше сабақты қосып алсаңыз болады, барлық сабақты қосып алсаңыз болады деген сияқты. Осындай тарифтарды сіздерге бергенбіз, яғни рассрочка барлығына бөліп төлеуге алсаңыздар болады. Достар, менің ұсынысым осындай.